Арал тұз кәсіпорны басшылығы тағы да айды аспанға шығарып жатыр. Бұл жолы түпнұсқа әдістен асып түсуге шешім қабылдаған сияқты. Тұзды жуған су қалдығын кәсіпорын іргесінен ауылдың қақ ортасына ағызып, жасанды сор көл жасап жатыр. Ал негізінде, санитарлық және экологиялық нормалар бойынша бұл қалдық су арнайы өңделген трубалар арқылы қайта өңделуге немесе тұз көлі айдынына қайта құйылуы тиіс еді. Оған арнайы насос орнатылып, тұрақты мониторинг жүргізілетін жағдайда экологиялық тепе-теңдік сақталалар еді. Дегенмен кәсіпорын басшылығының логикасы басқаша. Олардың айтуынша, ауылда көлдің жоқтығы ауыл сәнін кетіріп тұр. Сондықтан да жаны ашып, заңсыз жолмен жасанды көл жасау шешімі қабылданды. Бұл процеске ауыл әкімі де белсенді қарсылық көрсетпей, көл жұмуда бейтараптық танытып отырған көрінеді. Бұрынғы заманда халық әкімге, әкім жерге қарайды деген қасиетті қағида осы жерде кері қайтарылып, халықтың дауысы естілмей қалған. Бұл көл тек су нысаны ғана емес. Ол бір экологиялық уыт. Ауылдың ауасын тұзды шаңмен ластап, тыныс алу жолдары ауруларын таратады. 2. Жер асты қаупі. Қалдық су жер астыны және жер бетін сортаңдатып, тұрғын үйлер мен шаруа құрылыстарының іргетасын бұзып, оларды біртіндеп құлату алдында тұр. 3. Эстетикалық алдамшылық. Сәндеу астында жасырылған экологиялық қылмыс. Бейне көріністе мұның барлығы айқын көрініп тұр. 2025 желтоқсанның 16-сында мынау Аралды ағайындар қарап алыңыз. Мынау халыққа үндемей су жіберіп жатыр. Айтып аузымыз ауырды. Сонда мына жақта қаншама халық бар ане тұрған. Олардың үйінің астына осы су кетіп жатыр. Құрметті Нәлібаев мырза, облыс әкімі. Анау салынып жатқан сай деген оған да кетіп жатыр. Ол ертең көктемде деген мақталып қалады мына жерде. Салып жатқан сайдик бар, не бар? Мынау барлығы мынау. Жаймен суды жіберіп жатыр. Мынау толқындап тұрған міне жіберіп жатқан. Мынау қоймайды ғой. Содан үйдің асты іргелерін бәрі құлайды. Мынау Аралдызы несі? Ар жағы шекарасы. Сонда бұл халықты кім ойлайды? Ауылдың әкімі Берсүгір Файзыбек ойламайды. Қарапайым халықты кім ойлайды? Осы биыл 2025-те жүзілік болады деген сентябрь айында. Тарзай ауданы әкімі 80 мың халықты басқарып отырған сон алдап кеткен. 2025-тің февралында айтты, жаңағы жиналыс болғанда халықпен кездесуінде. Сөйтті де сентябрьде болмады. Одан кейін Аралдызда 1000 жұмысшы бар. Сон алда 100 мыңнан береміз сентябрьде деп. Оны да берген жоқ. Кеше желтоқсанда бір кішкентай подарки беріп, сонымен алдақ кетті. Келесі жылға қалды, келесі жыл наурызда береміз деп. Бұл не деген капиталистер, не деген алаяқтар мынау ше. Халықты ойламайды. Енді мына үйдің барлығын суға кетіріп жатыр, қаншама үйлердің барлығы. Қаншама шығын маңдай термен салды. Мысалға бір үйдің құны деген қазір 50 миллионға дейін барады. Ондайша Аралдыз осыны өтесін. Мен арғы жақта да көрсеттім. Өстіп суды жіберіп жатыр. Өтеп берсін халықтың несін бәрі. Ана таза жерге көшсін. Болмаса ондайша Аралдызды сотқа береміз. Халық бермесе де мен үйде қосырып тұрған мен өзім беремін. Жасыратын жоқ, сақтаған елдіқан осы Аралдызға жана жейді, осы халқына жана жейді. Елдегі кішігірім көмегіміз естен елімдегі дейміз ғой. Ал халық өзінің шешімін беріңде, мына капиталистерден құтылмай-ақ қойдық қой. Не деген сұмдық па? Суды міне жіберіп қойып отыр. Аспайды. Әкім көрсе де көрмегендей болып отырады. Әбден шыдамы таусылған, денсаулығы мен үйлері қауіптегі ауыл тұрғындарының ашы және реніш толы дауысы естіледі. Бұл жерде ашы шындықты айтқан жөн. Кәсіпорын басшылығы, ауыл әкімі және белгілі бір бөлік тұрғындар бетбақ жеңдім, бейбақ көндім деген қарапайым, бірақ өлімге әкелетін қағидаға сүйеніп отыр. Бұрынғы кеңес заманында мұндай ірі кәсіпорындар ауылды шынымен көркейтіп, инфрақұрылымды дамытып, жұмыс орнымен қамтамасыз еткен.
Бірақ нарық заманында жеке меншікке өткен кезде пайда табудың таза логикасы басқа барлық құндылықтарды басып озды. Кәсіпорынның пайдасы бір топқа тисе де, оның әсерінен туатын экологиялық зиян бүкіл ауылға, болашақ ұрпаққа тиіп жатыр. Нәтижесінде ашуға мінген ауыл тұрғындары енді шешімді әлемдік арнаға тартуға дайын. Олар арнайы түсірілім тобын шақырып, бұл жағдайды әлемге әшкерелеп, тікелей президентке жеткізуді жоспарлап отыр. Себебі олар біледі. Мұндай мәселе жергілікті әкімнің көзі жұмылған күйінде шешім таппайды. Бұл оқиға тек бір ауылдың мәселесі емес. Бұл табиғатпен қарым-қатынас құрудың, экономикалық пайда мен экологиялық жауапкершілікті теңестірудің, сондай-ақ жергілікті өкіметтің халықтың дауысын тыңдау міндетінің сынақтастары. Әділет пен экологиялық ақыл-ой жеңіске жеткенше, арал тұзы тек көлде емес, бүкіл ауыл өмірін жеп жатқан жағдайды тоқтату керек.